Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы, сабақтың тақырыбы үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. 56-шы сабақ. Бірінші тапсырмаға қарайық. Есепте жауаптарды өз суретімен жазсаң, сен мәдени мұралардың қайда сақталатынын білесің. Ендеше өрнектердің мәндерін табайық. 52.070 көбейтілген 12 тең болады 624.840. Ербі бұл. 53.080 көбейтілген 18 тең болады 955.440. Қысқай. Келесі 842.751 бөлінген 27 тең болады 31.213. З. 326 көбейтілген 23 тең болады 7.498. У әрпі. Және 4025 бөлінген 23 тең болады 175. М. Енді осы жауаптарды өз суретімен орналастырайық кәнекей. 175, 7498, 31213, 624.840 және 955.440. Сонда бізде қандай сөз шығады? Музей. Сонда балалар бізде мәдени мұралар қайда сақталады екен? Музейде сақталады екен. Келесі, есіңде сақта. Бөлу кезіндегі пайымдау алгоритмін толықтыр. Бірінші толымсыз бөлінгіш 451. 451-ді 213-ке бөлемін. Бөліндіге цифр таңдаймын. Ол үшін 400-дікті 200-дікке бөліп, 2-ні аламын. Тексереміз. 213-ті 2-ке көбейткенде 426. Қалдықты табамын. Ол бөлгіштен кіші. 5 цифрын түсіремін. Екінші толымсыз бөлінгішті 213-ке бөлемін. Дәл солай пайымдаймыз, яғни 200-дікті бөліп 1-ді аламын. Тексеремін. 213-ті 1-ге көбейтсек 213. Яғни азайтамыз 42. Ол бөлгіштен кіші. Келесі 6 цифрын түсіреміз. Үшінші толымсыз бөлінгіш 426-ны 213-ке бөлемін. Яғни санды не істейміз? Табамыз. Яғни 2-ні аламыз. Енді тексереміз. 2-ні 213-ке көбейткенде 426. Сонда қалдық 0-ге тең. Бөліндінің мәні 212-ге тең. Екінші тапсырма түсіндіре отырып есепте. 68.040-ты бөлеміз 216-ға, тең болады 315. 59.392 бөлінген 512, тең болады 116. 46.305 бөлінген 147, тең болады 315. Үшінші тапсырма есептеп дұрыстығын тексер. Тура теңсіздіктер құр. 79.496 бөлінген 152, тең болады 523. Енді тексереміз, яғни көбейту амалымен. Келесі 113.122 бөлінген 347, тең болады 326. Тексереміз. 264.410 бөлінген 386, тең болады 685. Тексереміз. Енді шыққан мәндерден тура теңсіздіктер құрамыз. 523 326-дан кем. 326 685-тен кем. Төртінші тапсырма. Есептің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар. Туристік бағдардың ұзындығы 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Сонымен жауабы сұрақ қоямыз. Туристердің қалғаны неше километр екен? Енді табамыз. Ол үшін естейміз. 85-ті, яғни километр сағат жылдамдықпен олар 2 сағат жүрді. 85-ті көбейтеміз 2-ге, тең болады 170 км. Сонда туристер автокөлікпен 85 км сағат жылдамдықпен 170 км жүрген. Ал бағдардың ұзындығы бізде 480 км. 480-нен 170-ті азайтамыз, тең болады 310 км. Жауабы туристердің 310 км жолы қалды. Келесі 5-ші тапсырма.
Музейге 550 теңгеден 48 балалар билеті сатып алынды. Есептесу үшін ішінде 50 мың теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 500 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкада қалған ақша кәдесыйлар сатып алуға жетемі? Ендеше көрейік. 550-ді көбейтеміз 48-ге, тең болады 26.400 теңге. Бұл белгілерге кеткен ақша. Енді 50 мыңнан, сегізде карточкада 50 мың ғой. Азайтамыз 26.400-ді, тең болады 23.600 теңге. Бұл бізде қалған ақша. Енді 27.600-ді бөлек 500-ге, тең болады 47.100 теңге қалады. Ал біздегі балалар қанша екен? 48. 47 мен 48 салыстырсақ, 48 артық. Жауабы карточкадағы ақша кәдесый алуға жетпейді. Себебі оған тағы да бізге 400 теңге керек екен. 6-шы тапсырма амалдар бойынша жаз және есепте. Енді амалдардың орындалу ретін анықтап көрсетейін сіздерге. Яғни бірінші амал бөлу, екінші амал бөлу, үшінші амал көбейту және төртінші амалда біз не істейміз? Қосамыз. Өрнектің мәні 921. Екіншісінде бірінші амал, екінші амал, үшінші амал және төртінші амал. Өрнектің мәні 411. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал және төртінші амал. Өрнектің мәні 220 мың. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал және төртінші амал. Тең болады 78. Бірінші амал жақшаның ішінде, екінші амал және үшінші амал. Өрнектің мәні 10 мың. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, төртінші амал және бесінші амал. Тең болады 3318. Келесі 7-ші тапсырма. Өрнек бойынша есеп құрастыр. 98 мың азайтылған 308 көбейтілген 41. Яғни 308 теңге ол мұз айдынына баратын билеттің саны. Енді қарайық. Болды 98 мың теңге. 41 рет 308 теңгеден коньки мұз айдынына барды. Қалды неше теңге? Енді 308-ді 41-ге көбейтеміз, 12628. 98 мыңнан 12628 азайтамыз, тең болады 85372. Жауабы карточкада 85372 теңге ақша қалды. 8-ші тапсырма. Нұр-Сұлтан қаласында қандай музей бар екен анықта. Кіру билеттің бағасын нақтыла, сол мәліметтерді пайдаланып есеп құрастыр. Енді кез келген біреуін алайық. Мысалы, демалыс күні 3-ші А сыныбы сынып жетекшісімен Сәкен Сейфуллин атындағы мұражайына барды. Музейде билет бағасы балаларға 100 теңге, ересектерге 300 теңге. Егер сыныпта 25 оқушы болса, онда барлық билетке қанша ақша жұмсалды? Енді есептейміз, 300 теңге бұл мұғалім, 300 қосу, 100 көбейтілген 25 оқушы. Тең болады 2800 теңге. Яғни барлығы бізде қанша ақша жұмсалды? 2800 теңге. Келесі 9-шы тапсырма. Периметрі мен ауданын тап. А. Қабырғалардың ұзындығы 25 мм болатын шаршы сыз. Яғни 25 мм-ден сызсақ, енді оның периметрі мен ауданын табамыз. Сонда 4-ті 25-ке көбейтеміз, тең болады 100 мм. Бұл бізде сол шаршының периметрі. Енді ауданын тапсақ, 25-ті 25-ке көбейтеміз, тең болады 625 мм квадрат. Сонда жауабы шаршының периметрі 100 мм, ауданы 625 мм квадрат. Енді әсіне қарайық. Ұзындығы 30 мм, ені 55 мм болатын тіктөртбұрышсыз. Сыздық, енді периметрін табамыз. 2 көбейтілген, жақшаның ішінде 30 қосылған 55. Жақшаны жабамыз, тең болады 170 мм. Енді ауданын табамыз. 30-ты 55-ке көбейтеміз, тең болады 1650 мм квадрат. Жауабы тіктөртбұрыштың периметрі 170 мм, ауданы 1650 мм квадрат. 10-шы тапсырма. Егер текшелердің қабырғасы
6 сантиметр болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Сонымен бізге текшенің қабырғасы белгілі. Енді қарайық, сонымен ат суретінде бізде барлығы 23 текше екен. Енді көлемін, бір текшенің көлемін тауып аламыз. Ол үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. 6 көбейтілген 6 көбейтілген 6. Тең болады 216 сантиметр куб. Бұл бір текшенің көлемі. Ал бізде барлығы 23 текше. Ендеше 216-ны 23-ке көбейтеміз. Тең болады 4968 сантиметр текше. Жауабы фигураның көлемі 4968 сантиметр текше. Енді суретіне қарайық. Яғни бұнда бізде 12 текше. Бір текшенің көлемін біз жаңа таптық, 216 сантиметр куб. Ендеше 216-ты көбейтеміз 12 текшеге. Тең болады 2592 сантиметр текше. Жауабы фигураның көлемі 2592 сантиметр текше. Тапсырма номер 10. Яғни тапсырмасы бұл 11-ші тапсырма. Есептеп дұрыстығын тексер. 39445 бөлінген 245. Тең болады 161. Тексереміз. 372384 бөлінген 432. Тең болады 862. Және 116736 бөлінген 256. Тең болады 456. Яғни бөлуді біз сіздермен өзара керамалмен, көбейтумен тексереміз. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.